Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге өзімнің палау жасау әдісімен бөлісемін. Дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттарды алдын ала дайындап алдым. Енді пиязымыз бен сәбізді ұзынша етіп турап аламыз. Міне пиязымызды турап алдық. Енді сәбізді алып, оны да ұзынша етіп турап аламыз. Палауға қосатын горохтарыңызды алдын ала 3-4 сағат алдын суға салып қойыңыздар. Сонда піскенде горохтарыңыз жұмсақ болып тұрады. Енді қуыруды бастаймыз. Қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды құямыз. Мен 1 килограмм демдеп жатырмын. 1 килограммға 2 шөміш май құямын. Сонда майларыңыз көп болып кетпейді және аз болып қалмайды, нормада болады. Енді керекті етімізді салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Міне асты қызарып пісті. Енді екінші жағын аударып, екінші жағын пісіреміз қызартып. Етіміз жақсылап қуырылған соң, енді пиязымызды саламыз. Пиязды мен көбірек салдым, сонда палауларыңыз одан да дәмді болып шығады. Енді пиязымызды да қызартып қуырып аламыз, сонда палауларыңыз әппақ болып қалмайды. Пиязымыз жақсылап қуырылған соң, сәбізді салып қуырамыз. Алғашында азырақ салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын қалған бөлігін саламыз. Сәбізді көп қуырудың қажеті жоқ. 1-2 ғана аунатып қуырсаңыздар болғаны. Сәбізімізді қуырып болдық. Енді жаңағы жібітіп қойған ноқатымызды саламыз. Енді қайнап тұрған суымызды құямыз. Су құйғанда массамыз толық батқанша құямыз. Суымыз толық қайнап шыққанда астын төмендетіп, бетін қиялап жауып, жарты сағаттай бұқтырып пісіреміз. Сарымсақты суға толықтай батқанша салып, бұқтырып пісіреміз. Міне жарты сағат қайнады. Енді тұзын көреміз. Мен мұнда тұздалынған ет салдым, сол үшін қуырып жатқанда тұз салмадым. Егер де тұздалмаған ет салсаңыздар, міндетті түрде қуырып жатып тұз салыңыздар. Енді дәміне қарай тұз саламыз, сосын жақсылап жуылған күрішімізді салып шығамыз. Күрішті салғанда осылай суы аз болса, тағы да күрішіміз толық батқанша қайнаған су құйып аламыз. Суымыз толық қайнап шыққанда астын төмендетіп пісіреміз. Суымыз тартыла бастады. Енді күріштің бет жағын толықтай айналдыра аударып шығамыз. Сосын қасықтың көмегімен шұқып шығамыз. Сонда күріштердің арасына су толықтай барып, күрішіміз біркелкі болып піседі. 3-4 минут өткен соң, тағы да осылай бет жағын толықтай аударып шығып, қасықпен шұқып шығамыз. Осылай тағы да 3-4 минутқа қалдырамыз. Демдер алдында 3-ші рет күріштің бет жағын толықтай аударып шығамыз. Сосын ортаға үйіп, бетін тегістеп, қасықтың көмегімен жан жағын шұқып шығамыз. Сосын ортасын шамалы ашып жеріп, жаңағы сарымсақты саламыз. Палауды демдегенде мен үнемі осылай пакетті жауып демдеймін. Үстінен крышканы жауып 20-25 минутқа қалдырамыз, толық пісіп шығады. Мінекей дайын болды. Ас болсын. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.